Саламатсыздармы? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қиярдан сыртынан қайнататын салат табатын боламын. Оған керекті заттар: қияр, болгар бұрышы, жуа керек. Енді осыларды тураймыз. Қиярымды турап жатырмын. Қиярды төрт бұрышты етіп тураймыз. Енді болгар бұрышын тураймыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша басып кетіңіздер. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Мені қолдап, пікір жазып, тағы керекті айтып отырыңыздар. Енді жуа турайым. Жуанда сондай төрт бұрышты қылып тураймыз. Бәрін бірдей, бір келкі қылдырып. Мен бәрін турап алдым. Енді осыны ыдысымызға, таңбамызға салып, бәрін араластырамыз. Тұз саламыз. Песок саламыз. Лабыр жапырағын саламыз, 3-4-еуін. Енді осыларды араластырамыз осылай. Енді осыған сұйық май құямыз. 2 қасық, столовой қасықпен 2 қасық сұйық май құямыз. Дөмелек бұрыш саламыз. 10 шақты дөмелек бұрыш саламыз осыған. Енді осының бәрін әбден араластырамыз. Осыны енді 20 минутқа суы шыққанша қоя тұрамыз. Суы шықты әбден. Енді осыларды банкімізге саламыз. Басып саламыз кішкене банкімізге. Міне осылай салдық. Енді екінші банкіме салып жатырмын. Басып саламыз. Енді кастрөлімізге суымызды құйып, кастрөліміздің астына өлі мата жайып аламыз.